Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз сіздің үйіңізде болуы тиіс емдік шөптер жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, біздің арнамызға келіп түскен жылы лебіздеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Сіздердің осындай комментарийлеріңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға, одан әрі жұмыстануға шабыттандырады. Баршаңызға көп рахмет. Алдағы уақытта одан да күшті пайдалы видеолармен сізді қуантатынымызға сенімдіміз. Емдік шөптердің арасында да өзгелерден ерекшеленіп тұратындары бар. Бірі ежелден ем ретінде қолданылса, екіншісі емі жоқ дертке шипа болып даралануда. Фитотерапевт мамандар емдік шөптердің арасынан 6 түрлісін таңдап алып, әр үйдің дәріханалық қобдишасынан табылуына кеңес береді. Өйткені аталған бұл шөптерді әлем мамандары мойындап, бүгінде кеңінен қолданып жүргені дәлелденген. Алғашқы түймедақ, яғни ромашка. Түймедақ апигенин заттегісіне бай. Ол стресске қарсы күреседі, әрі жүйке мен асқазан жолдарының қызметін жақсартады. Ағзаңызды қуаттандырып, ішектің жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне кемінде 3-4 шыны түймедақ шайын ішіңіз. Емдік шайды дайындау үшін термосқа 2 ас қасық ұнтақталған түймедақты саласыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып, қақпағын мықтап жабыңыз. Шамамен 10-15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде қабылдаңыз. Түймедақ шайын аллергияға бейім жандарға ішуге болмайтынын ескертеміз. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Келесі шүйгін шөп, валериана. Ұйқысыздық ауруынан айықтыратын бірден бір емдік өсімдік. Оның құрамында ұйықтататын қоспалар болады. Егер түнгі ұйқыңыз бұзылып, таңға дейін көз ілмей шықсаңыз, онда күнде жатардан алдын ала 1 стақан қайнатылған суға 2-3 тамшы шүйгін шөп сұйықтығын тамызып, буымен тыныс алыңыз. Сосын төсегіңізге жайланып жатып, тәтті ұйқы құшағына еніңіз. Ал егер қалқанша без, жүйке, сіңірдің тартылуы, жүрек аурулары сыр беріп жүрсе, шүйгін шөп қосылған шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Шайды дайындау үшін 1 шай қасық ұсақталған шүйгін шөпті 200 мл қайнаған суға салып демдейсіз. Шамамен 4 сағаттан соң шайды сүзіп алып ішіңіз. Келесі жалбыз, яғни мята. Жалбыздың құрамындағы ментол асқазан жолдары мен ұйқы безін емдейді, әрі жөтелді жұмсартып, қақырықтың сыртқа шығуына ықпал етеді. Мұндай жеңілдікке ие болу үшін күніне 3-4 рет жалбыз шайын ішіңіз. Жалбыз шайы тұмауды, вирусты, суықты, тамақ ауруларын емдеуге де таптырмайтын сусын. Шайқурай, яғни зверобой. Күйзелістен құтқаратын емдік шөп. Сонымен қатар, асқазанның қышқылы көбейген кезде де шайқурай шайын ішу ұсынылады. Сонымен қатар суықты емдейді, қанды тоқтатады, иммунитетті нығайтады, ағзаны қуаттандырады, әрі жаныңызды тыныштандырады. Шайқурай шайын дайындау да әдеттегідей жасалады. 1 литрлік термосқа 2 шай қасық шөпті салып, үстіне қайнаған су құясыз. 20-30 минуттай демделген соң сүзіп алып, ем ретінде қолданасыз. Адам тамыр, женьшень. Ағзаның қарсыласу күшін арттыратын өсімдік. Бұл емдік шөпті ұзақ уақыт ауырған науқастарға, спортпен айналысатындарға, иммунитеті әлсіз, қаны аз, әлжуаз жандарға ішуге кеңес етіледі. Адам тамыр тұнбасы денсаулықты жақсартады, әлсіздіктен арылтады, есе сақтау қабілетін арттырады. Бірақ бұл шайды таңертең ғана ішу керектігін ұмытпаңыз, өйткені адам тамыр ұйқыны қашыратын қасиетке ие.
Қызыл күрең, эхинацея, суықты, тұмауды, баспаны, тыныс жолдарын емдеуге таптырмайтын шөптесін өсімдік. Тіпті иммунитетті нығайтатын, ағзаны вирус пен бактериядан қорғайтын қасиеті де дәлелденген. Сондықтан да дәрігерлер вирустық ауруларға шалдыққандарға қызыл күрең шайын ішуге кеңес береді. Өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, немесе жоғарыда келтірілген аурулар сыр бере бастаса, дереу қызыл күрең шөбін қайнатып ішіңіз. Қаншалықты ертерек бастасаңыз, аурудың алдын алатыныңызға сеніңіз. Емделу мерзімі 8-10 күн аралығында жүргізіледі. Емдік әсері жоғары 6 шөппен танысқан болатын болсақ, ендігі кезекте ас үйден табылатын емдік әсері күшті, жедел түрде көмектесетін супер дәрілермен таныстыра кетейік. Райхан. Хошиісті бұл шөпті классикалық, песто тұздығын және басқа да көптеген дәмді тағамдарды дайындау кезінде қолданады. Жұпар аңқыған иісі мен ерекше дәмі тағамды түрлендірумен қатар тәбет ашатындай тәтті етеді. Ал ем ретінде қолданған кезде физикалық және жүйке жүйесіне түскен салмақты жеңілдетеді. Ағза мен тінді ластанудан қорғайды, токсиндер мен улы заттардан тазалайды. Тамағына, салатына үнемі райхан, яғни базилик қосатындар қант диабеті ауруына шалдықпайды, әрі қан қысымы қалыпты жүреді. Ал егер осы шөпті шайыңызға қосып ішсеңіз, есе сақтау қабілетіңіз нығайып, алаңдаушылық сезімі азаяды. Сәлбен. Бұл өсімдіктің биохимиялық құрамы көптеген ауруларға ем болады. Нақтырақ айтқанда, қызыл еттің және тамақтың қабынуын емдейді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бауыр жасушаларын қалпына келтіреді. Ішектерді ынталандырады және иммунитетті жақсартады. Ол үшін сәлбен, яғни шалфей қайнатпасын ішу керек. Көптеген әйелдер бет терісі мен шаш күтімі үшін де сәлбен қайнатпасын пайдаланады. Гүлшетен, яғни розмарин. Жеңіл қылқан жапырақты хош иісімен танымал гүлшетен өсімдігі көптеген аурулармен күресуге қабілетті. Егер гүлшетен қайнатпасына мақтанып алып, кез келген жараға, көгерген денеге таңсаңыз, ізі де қалмай тез жазылады. Сонымен қатар саңырауқұлақ инфекцияларына қарсы көмектеседі. Жаңа піскен немесе кептірілген гүлшетен жапырақтарын үнемі тұтынатын болсаңыз, тамыр қабырғаларын нығайтуға, иммунитетті көтеруге, тіндердегі қан айналымын және микроайналымын арнасын жақсартуға көмектеседі. Ақжелкен, яғни петрушка. Ең қолжетімді өсімдіктердің бірі болып табылатын ақжелкен бронх, өкпе, жөтел астма, тыныс алу проблемалары, бауыр, ұйқы безі ауруларына ем бола алады. Оған қоса несеп жыныс жүйесінің қызметін қалыпқа келтіреді. Беттегі қарадақты ағартып, секпілді кетіреді. Руккола. Жеңіл салаттар дайындайтын дәмді өсімдік. Калориясы аз, сәйкесінше талшыққа өте бай руккола ішек жұмысын жақсартады, ағзаны қуаттандырады, әрі аштықты сездірмейді. Сонымен қатар иммундық жүйені нығайтуға, жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Терінің, шаштың және тырнақтың жағдайын жақсартады. Аскөк. Тағамға ерекше дәм мен әсемдік беретін аскөк, укроп, жаңа туған нәрестелердің іші желденген кезде таптырмайтын ем болады. Өсімдіктің ішек жұмысын қалпына келтіретін, ана сүтін көбейтетін қасиеті бар. Сонымен қатар тыныс алу және несеп жыныс жүйесінің қызметін жақсартып, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Жоғарыда аталған емдік шөптердің қолдану ережесін сақтаңыз. Табиғи шөптер көптеген пайдалы қасиеттерге ие, бірақ олардың биологиялық белсенділігі жоғары болғандықтан оларды мөлшермен ғана қолдану керек. Әсіресе жүкті әйелдер, қарт адамдар, балалар және аллергиямен ауыратындар өнімдерге өте сақ болған абзал. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.